Елорданы көмірдің ысы басып, қос өкпеңді қарайтып улады ма? Желпініп желге шашқан мол қаржыны бас қаланың халқына қимады ма? Есіріп экспо деп жыртылғанша Астананың төріне құймады ма? Астанаға көгілдір отын тарту кірмей ме үкіметтің миларына? Ерке жау жүре бермей талтаңдап құр, тәсірлі сөз айтайық талқандап бір. Өзіңде білесің ғой биылғы жыл, тас көмірдің бағасы тарпаң болып тұр. Өзінігін өзіне бұлдап берген үкіметке халықта аңтаң болып тұр. Машкевичтің бизнес мүддесі үшін Астанаға газ тартпай арқандап тұр. Елордада миллион жан тұрады, сол миллион билікке жаутаңдап тұр. Көмірді өндіретін алпауыттар мұртын балта шатпастай балпаңдап тұр. Солайша білгісінің бизнесі миллионның тағдырын талқандап тұр. Ал билік қарапайым халыққа емес, монополист жоңдарға қалқан боп тұр. Жағдайың болып жатса сонша мұңлы, келешегің болмайды онша нұрлы. Ағайын білесіздер, 5 жыл бұрын елбасының аузымен жар салынды. Арқалық пен Шұбаркөл арасында 200 километр жол салынды. Темір жол салынуы содан екен Шұбаркөл көміріне қол салынды. Ресейге күндіз түні тасып жатыр қолдары, салынғанда мол салынды. Ресей топтан торай ілгізбейді, не болып жатқанында білгізбейді. Шұбаркөлді басы бүтін иемденіп, қазақты карьерге кіргізбейді. Қазақтар салып берген темір жолда қазақтың пойыздарын жүргізбейді. Жатқанда дәл осындай ойран ғажап, болашағың болады қайдан ғажап. Қытай мен Ресейге жалтақтаудан әра салмай тұр бүгін айған қазақ. Елбасы осы жайды ойланбаса ешқашан салалмайды сайран қазақ. Сыбағанды итжеумен өтесің ау, сорпаң сорға төгіліп қайран қазақ.